Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары. Жаңа тоқсанда жаңа бөліммен бастаймыз, яғни 5-ші бөлім Entertainment and Media. Ойын-сауық және медиа тақырыбындағы сабағымызды өтетін боламыз. Күнделікті жаңа сабақты жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар. Олай болса 64-ші бетті ашамыз, сол беттегі тақырып бойынша сабағымызды бастаймыз, яғни vocabulary, skills and people. Адамдардың жасай алатын қабілеттері туралы өтетін боламыз. So, look at the exercise 1. Work in pairs, do the clever kids quiz. Бірінші тапсырмада жұбымызбен бірге жұмыс жасауымыз керек, яғни 65-ші беттегі clever kids quizді жасауымыз керек, яғни өте ақылды балалар туралы квиз берілген, сол квизді қазір бірге орындайтын боламыз. Олай болса 65-ші бетке қараймыз, балалар. Бұл жерде тест берілген, тестті оқып отырып қазір бірге орындап шығамыз. Олай болса бастаймыз. Бірінші. Pablo Picasso was Spanish. He painted this when he was 9 years old. Which of these painters is Spanish? A. Salvador Dali. Екіншісін оқимын. Mozart started to compose music when he was 5. Which of these people wasn't composer? B. Henry Ford. Үшінші. Michael Phelps was 15 when he swam in the 2000 Summer Olympics in Sydney. 5 months later, he broke the world record for 200-meter butterfly. Which of these is not an Olympic sport? B. Karate. Төртінші. The Bronze sisters were writers. They wrote stories and poems for each other when they were children. Which isn't a Bronze novel? C. Oliver Twist. Алтыншы. Will Jenkins was the winner of photography competition when he was 8. Which of these a part of camera? A. Lens. Келесі жетінші. Chandra Sekhar started to program computers when he was 7 years old. Which of these isn't a computer languages? C. Chinese. Квизді толық жасап болдық, балалар. Міне бұл атақты адамдар кішкентайынан өте ақылды вундеркинд болған екен. Енді келесі екінші тапсырманы орындаймыз. Exercise 2. Complete the table with the verbs and the nouns from the clever kids quiz. Then listen and check. Балалар, мына жерге қатар бағана берілген. Бірінші бағанада біз қабілетті жазып шығу керекпіз, яғни етістік. Екінші бағанаға біз зат есіндегі адамдар, person, адамдар жазу керекпіз. Яғни біз оны жаңағы ақылды балалар квизінен алатын боламыз. Мен орындап шықтым, қараймыз. Бірінші paint, сурет салу, painter, суретші. Compose, өлең шығарушы, composer, композитор. Swim, жүзу, swimmer, жүзуші. Play, ойнау, player, ойыншы. Келесі write, жазу, writer, жазушы. Win, ұту, winner, ұтысқа қатысқан ұтушы адам. Program, программа, programmer, программист. Sing, ән айту, singer, әнші. Міне, осылай біз етістікті зат есімге келтірдік. So next, exercise 3. Writing groups of related words is a useful way of explaining your vocabulary. Complete the table with related words and listen and check. Бұл жерде 3 бағанаға берілген. Verb деген етістік, person деген адам, noun деген зат есім. Мысалға, invent, inventor, invention. Act, actor, action. Dance, dancer, dancing. Cook, cook, cooking. Міне осылай толық жазып шығамыз. Келесі exercise 4. Which words in the box can be used in key phrase 1 and which can be used in phrases 2? Бұл жерде кілттік сөздерге біз төбедегі сөздерді қойып шығу керекпіз. Мысалға, I know a bit about. Немесе I know a lot about. Екінші, I don't know anything about. Немесе I don't know much.
Exercise 5. Work in pairs. Talk about the people in the box using the key phrases in exercise 4. Яғни бұл жерде атақты адамдар туралы берілген. Біз төбедегі 4-ші жаттығудағы кілттік сөздерді қолдану арқылы қасымыздағы жұппен бірге, яғни оқушымен бірге сұрақ-жауап диалогын құруымыз керек. Мен қысқаша жазып кеттім. Мысалдарды балдар өзгертіп те жазуға болады. Мысалға, бірінші, I don't know much about Beethoven. I think he was a German composer. Екінші, I know a lot about Gennady Golovkin. He is a great boxer from Kazakhstan. Үшінші, I know about Mukhtar Әуезов. He was a Kazakh writer. Төртінші, I don't know anything about John Lennon. Бесінші, I know a bit about William Shakespeare. He was an English writer. Алтыншы, I know a lot about Leonardo DiCaprio. He is an American actor. Жетінші, I don't know much about Van Gogh. I think he was a Dutch painter. Және соңғы, сегізінші, I know a lot about Жанар Дугалова. She is a great Kazakh singer and actress. Міне мен барлық атақты адамдарды осылайша жазып шықтым. Оқушылар, сабағымызды ары қарай жалғастыру мақсатында 66-шы бетті ашамыз. Reading with kids. Яғни бұл жерде оқылымға байланысты тапсырмалар берілген және астында үлкен мәтін берілген, prodigy. Яғни prodigy дегеніміз ол wunderkind. Мәтінді міндетті түрде өздерің оқып шығасыңдар, ал қазір осы мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші, exercise 1. What does prodigy mean? Do you know the names of any prodigies? Бұл жерде ауызша сыныпта талқылайтын сұрақтар қойылған, яғни вундеркиндтің мағынасын қалай түсінесіңдер және сондай вундеркинд адамдардың аттарын атап бере аласыңдар ма дейді. Бұл сұрақты сыныпта мұғаліммен бірге орындайтын боласыңдар ауызша. Олай болса, екінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Read and listen to the text, then choose the correct summary. Яғни бұл жерде мәтінді міндетті түрде оқып шығыңдар дейді, және осы мәтінге бір тақырып қою керекпіз. The author of the text describes. Автор, яғни тексті қалай мәтін сипаттайды. Бұл жерде жауабы A. How different in the life of a prodigy is. Осылай сипаттайды, жауабы A болады. Енді біз астындағы 3-ке емес, қазір жанында тұрған 4-ші тапсырманы орындайтын боламыз, ал 3-ті келесі бетте орындайтын боламыз. Сондықтан exercise 4. Build your vocabulary, study the text, find and complete the phrases with the verbs in the box. You need to use some verbs more than once. Яғни бұл жерде сөздікпен жұмыс жасаймыз. Берілген 4 сөзді қасындағы сөздермен бірге байланыстырып жазып шығу керекпіз. Бірінші бізде break a record. Рекордты жаңарту. Екінші take an exam. Емтихан тапсыру. Үшінші take a break. Үзіліс алу. Төртінші make a decision. Шешім қабылдау. Бесінші make a friends. Достар табу. Және алтыншы start university. Университетке түсу. Міне осылай 4-ші тапсырманы жазамыз. Енді астындағы 3-ші тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Read the text again and complete the sentences with 1, 2 or 3 words. Бұл тапсырмада мәтінге байланысты балалар мәтіннің ішінен сөздерді тауып жазу керекпіз, ал мен қазір жауаптарын бірден жазып кеттім. Бірінші, Chandra Sekhar went to university at the age of 12. Екінші, some parents like the same things as their children. Үшінші, Aynan Kauler's parents wanted him to start university at 7. Төртінші, parents can help child prodigies if they help their children, but not push them too hard. Бесінші, Albert Einstein had an IQ of 160. Жалпы бұл мәтіннен алынған, мәтін өте қызықты балдар, яғни өте ақылды
вундеркинд балдар туралы жазып өткен. Енді қасындағы exercise 5, 5-ші тапсырманы орындаймыз. About you, ask and answer the questions. Бұл жерде 6 сұрақ қойылған, яғни өздеріңе байланысты әркім өзі сұраққа жауап беру керек. Мен тек қана мысал ретінде жазып кетемін балалар. Бұл сөздерді өзгертіп жазуға болады. Бірінші сұрақ, how often do you take English exams? Жауабы, I take English exams once a month. Келесі, how often do you take a break when you revise for exams? Жауабы, I often take a break when I revise for exams. Үшінші, would you like to start university at your age? Үшінші, no, I wouldn't because I am not a prodigy. Төртінші, did you make friends quickly in this class? Yes, I did. Бесінші сұрақты оқимын. Do you want to break a record? What is it? Жауабы, yes, I do. I want to break a record in swimming. Және соңғы сұрақ, which decisions are difficult for you to make? Decisions about shopping are difficult for me to make. Міне балалар, барлық тапсырманы орындап шықтық, жарайсыңдар. Егер сұрақтар болатын болса, комментарияға қалдырамыз, және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ертең тағы да жаңа сабақтар шығатын болады. Сау болыңдар.